Жалпыға бірдей декларациялау науқанның 3-ші кезеңінде заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары, дара кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары есеп беретін болады. 3-ші кезең қаңтар айында басталды. Бұл жолы 100 мыңнан астам тұлға декларация тапсырады. Науқандық шара қыркүйек айының ортасында аяқталады. Бұл кезеңге заңды тұлғалардың құрылтайшылары, басшылары және қатысушылары кіреді, және дара кәсіпкерлер және олардың жұбайлары кіреді. Декларацияны тапсыруға жауапты жеке тұлғалар тиісті кезең басталғаннан бастап 2050 нысананы бойынша активтер мен міндеттемелер бойынша декларацияны ұсынуға тиіс. Одан кейін келесі жылдан бастап 2070 нысана бойынша активтер мен мүлік бойынша декларациялар тапсыруға ұсынады. Ақтөбе облысы бойынша жалпыға бірдей декларацияны екінші кезеңі бойынша 145 мыңдай тұлға тапсырды.